Кейде деликатестер мен сирек өнімдерді тату үшін 10 есе артық төлеуге дайын тұратынымыз бар. Алайда бірнеше мың доллар тұратын тағам құнын ақтау үшін қандай болу керек? Кез келген әмиянды жұқарта алатын ең қымбат түрлі тағам түрлерін назарларыңызға ұсынамыз. Құртпа альбинос Каспий теңізін мекендейтін үлкен бекіре балығы. Оның құнының асқақтаған себебі құртпа альбинос алтын түсті уылдырығын 100 жылда бір рет шашады екен. 1 килограмм уылдырық 8500 евро тұрады. Шафран. Бұл дәмдеуіштің құны 1 килограммы үшін 400-ден 1000 долларға дейін бағаланады. Себебі шафран гүлі тек күзгі уақытта және жылына 7 күн ғана гүлдейді. Оны жинау және одан әрі өңдеу жұмыстары қолмен жүзеге асады. Ал 1 килограмм шафран гүлін жинау үшін 300 мың гүлін теріп алу керек. Тахон пао шайы дүние жүзіндегі ең қымбат шай түрі. Аударғанда үлкен қызыл халат деген мағынаны білдіреді. Бұл шайды Тяньцзинь ғибадатханасының маңындағы 6 ғана бұтадан алады. Бұл бұталардың жасы 350-де. Жыл сайын бұл бұталардан 500 граммға тарта шай өндіріп алуға болады. Ал бағасы килограммына 685 мың доллар екен. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.